Ағбындағы спорт үргізінді Сеулдағы Олимп ойынарында сыйықтық орынға тұрысқан сабылы күресші біз Сергей Захарович Карамчаковтың хумыр қызына чарылған олыңы күресші марғылар пазоқ иртканар. Сергей Захарович пісің арыпсты қажынық чоғыл, че аның тренерлері паза арқыстары амда изін қасықтар. Олар сабылы күресші бісті сақысқа керіп, бұ марыға чылдың командалар ақылчалар. Мағат кізі бағын. Қажында мұндағы сетік бұлзай, ол бұл шықын өзге. Время жоқ тепеші бізде. Қажында кізіні бізде қиын басқы жерде барбасы күні жоқ тер. Остардың соперник тоже уважать бұл шықын олды. Идек пүл турнирге Казахстанның Новосибирск, Кемерово областарының Қызылжар крайының Пазатова республикасының командалар келгенер. Прай пүржіс чибірге күресші санға алған. Иркін жылды пусын 200-ке чағын болған. Чанзы қонжы Қызылжарды спорт ұзын толдыржың марғы ирчеткінің палғылыстығы. Анаңырда Хакасияның 1998-99 жылырдағы күресшілері андары чорық тұтқанар. Қалғанары орындағы турнирді күстерін сынанар. Басқа командалардың келгендер 97 жылдағылар, которые молодежканың амнемеге по взрослым қарбы сықтылар. Олардың мұнда күп кізінің представлены. Күбізі Красноярстың келгендер неме мастерах очень высокого класса. Андрей Филиппов в том году выигрывал и на Еригинске участвовал, действующие спортсмены. Олар сейчас ходит по турниру, олардың первый старт. Мындық оңдайның илік жеті 86 пұржыз чибірге көдірімнерді чибіргілер күресші чылыс барған. Олық түсті ортамық көдірімнерді 15 әрлі кізі саналған. Андығда болзы марық олық турнирлерге темнің сполчытқынды прайз ұтып аларға күстінген. Илік жеті 61 көдірімнерді Хакасиядағы күресшілерге талант артпан. Денис Карамчаковның Владимир Сагалаков Тывадағы оларға садабин 2-ші орынырда полпарғанар. 65 көдірімді Алексей Медведев, Қызылжардағы Руслан Жендаевты финал тұтып чеңісші болыпсқан. Пух көдірімді өзінжі орынға Виталий Канзачаков четкен. Ортамық пазы олық көдірімдерді чеңістігі сыйықтырыны прай Қызылжардағылар апарыпсқанар. 97 пазы пұржыз чибірге 5 көдірімдерді өзінжі орынарға Николай Чучумаковның Константин Якимовлы чет болғанар.